Рамадан кесу керек қой. Рамадан я. Одан да. Енді картографтар айтады. Саған артың несі мосты ішіңесі керек емес қой. Жоқ. Алло. Жоқ, арты керек емес. Енді айтайын саған. Аха. Жаңа картографтар айтқанмын ғой, біріншіден кес дейді. Міне, белгілеген жерді көріп тұрсың ба? Неге ана жерде? Сөйтіп екі жағында кеседі дейді. Сөйтіп анаған артын сплошной жалғамаса, сосын мына жерге немен сөйтіп жалғау керек дейді. Мына бір жағын кескеннен ол отырмайды ана жаққа дейді. Кейін жолмайша жүрмей қалады дейді. Біріншіден бүйтіп қосы қылып енді картографтар ғой істеп жүрген. Бүйтіп қосы қылып кеседі дейді да, мынандай қылып. Косынка. Баркында? Онда до конца алу керек қой, до кабины где-то приблизительно. До кабины алу керек дейді. Сосын мына жерін былай зигзаг қылып кесіп кіргізеді дейді. Екі жағында бірдей алу керек дейді. Аха. Дұрыс. Көрдің ба? Екі жағын бірдей алады дейді да. Бұнаның енді саған несі керек? Мосты керек па? Моста редукторлар керек па? Несі мына? Рессоры? Жоқ, уже керек жоқ. Состояние қалай екен? Ненің? Сол мостың. Тоже белгісіз. Мосты жақсы. Өте жақсы. Жүріп жүрген мосты ғой. Да? Просто балдар ішіп алып жол бұрылып кеткен ғой. Ол жағында травма не согнула? Мына кабинаның артынан бағылған. Маған бәрі қаяқтан кесесің, сол жақтан кесіп берем, картографын ойлас. Жақсы. Ағатай, сам эту раму не согнула, вот эту, вторую сторону покажете? Мен енді андай мықты картограф немеспін, мықты шофер емеспін. Ну да. Просто ана балдар айтқанын айтып жатырмын. Екінші жағын көрсеңізші. Міне. Аха. Ол маған былай ғой кім? Есімің кім? Жандос па еді? Жандос, иә. Мен бар ғой, мына жерден раманың артынан кесіп, иә? Дешілар жалғап, прицеп қылайын деп атқанмын ғой бұны. Готовый прицеп қой негізі, иә? Иә, готовый рессормен. Сөйтіп, дешіласы дайын тұр міне. Ағатай, сөйтіп, до кабины қанша болады ол? Без моста, да, только, иә? Иә, без моста. Білмеймін бір, анау енді рессормен бір 2 жылға кетейін деп тұретін, қазір дешіласына көрсетіп жіберейін. Дешіласында келіп қойғанмын. Просто жалқы ғой да, прицеппен кесе салу. Қанша бұл көрін? Балдар жіберейінші, балдар келіп тұр жұмысқа. Бағасын полностью айтыңызшы бұл.